Келесі тақырып бізде мононуклеарлы фагоциттер жүйесі. Біз бұл жүйеде қарастырамыз фагоцитоз қызметін атқаратын жасушаларды, яғни олар моноциттер және макрофагтар. Жалпы бұл жүйеде моноциттер және макрофагтар шеткері қанда барып иммундық жауапты туындата алады. Дәл осы қалай жүзеге асады, соны толық қарастыратын боламыз. Енді жалпы кіріспесі ретінде олардың түзілуіне келетін болсақ, жалпы барлық қан жасушалары миелоидты және лимфопоэздік жолмен түзіледі. Сол миелоидты жолмен түзіледі, бұл бізде эритроцит, тромбоцит, лейкоциттер. Лейкоциттердің бір құрам бөлігі осы біздегі макрофагтар болып табылады. Енді бұлар сүйек кемігінде бізде промоноцитке дейін түзіледі. Осы аралықта бізде сүйек кемігінде түзілу болады. Бұл сүйек кемігінде түзілуінде бастапқы бағаналы жасуша нөлдік деңгейде ешқандай ақпарат болмайды. Бұған бізде интерлейкин 3 колония стимулдаушы факторлар әсер ету арқылы олардан бізде гранулоцит макрофагтардың ізашарлары туындайды. Дәл осы гранулоцит макрофагтар ізашарларына бізде гранулоцит макрофаг колония стимулдаушы фактор арқылы олар монобластқа айналады. Монобласттар әрі қарай бізде промоноцитке, промоноцит моноцитке, олар жетілмеген макрофаг және толығымен жетілген макрофагтарға айналады. Енді осы қабыну процесі артқан кезде бізде қанда, жалпы қанда моноцит күйінде жүре тұрады, ал қабыну процесі артқан кезде промоноцитке дейін қанда бізде көрініс береді, жалпы зертханалық зерттеулерде. Сонда бізде қанда промоноцит және моноциттер болады. Әрі қарай бұл барып тіндерге орналасқаннан кейін олар макрофагтарға айналады. Жалпы бұл осы то есть мононуклеарлы фагоциттер жүйесінің даму сатысының көрінісі осындай. Енді біз жаңа тоқталдық моноцит және макрофагтар дедік. Моноциттер бізде айналады макрофагтарға және дендрит жасушаларға, яғни шеткері қанға шыққан кезде. Жалпы қан ағымында жүрген бұл жасушаларды біз моноциттер дейміз. Егер ол қаннан шығып тінге өтетін болса, макрофагқа немесе дендритті жасушаларға айналады. Бұған айналу үшін бағанағы интерлейкин 1, TNF альфа дейтін факторлар әсер етіп отырады. Келесі макрофагтар, шеткері қанға өткен моноциттер, бұл уже макрофаг деп аталады. Енді моноциттің өзіне кішігірім тоқталсақ, моноцит бізде екі түрлі болады: қабырғалық және айналымдық деп. Бұның барлығы қан тамырына байланысты айтылған. Мысалы, бізде осы қанның ішінде бүйтіп айналып жүрген айналымдағы моноциттерді біз айналымдық моноцит дейміз. Ал егер оның қабырғасына бекіп орналасқан моноциттер болса, біз оны қабырғалық деп айтатын боламыз. Зертханалық тексеру кезінде бізде осы айналымдық макрофагтар бізге көрінеді, то есть моноциттер, біз оларды қан анализінде анықтай аламыз. Ал қабырғалық моноциттер бұлар үнемі осы қабырғасында эндотелиалды қабырғаға жабысып орналасқан және бұлар тіндерге қарай миграцияны толық жасай алады. Яғни қабыну кезінде бұл миграция тартылуы, тіндерге қарай өтуі өте күшейеді деп айта аламыз. Келесі енді макрофагтар, бұлар қан моноциттерінен түзіледі. Бұлар тосқауыл артындағы тіндерде, яғни ми тінінде, қалқан шамаңы безінде, аталық безде, көз бұршағында кездеспейді, қалған барлық мүшелерде түзіледі. Келесі бізде өкпенің альвеоларлы макрофагтары, яғни біз айттық қой, макрофаг тінге өтеді деп. Міне мына моноцит тінге өткеннен кейін оны біз макрофаг деп айтамыз. Макрофаг. Бұл өтілген макрофагтардың өздерінің атаулары бар. Мысалы, өкпеде олар альвеоларлы макрофагқа, бауырда куфер жасушаларына айналады. Ал дәнекер тіндерінде бұлар гистеоциттерге, сүйекте остеокласттарға, мида микроглияларға айналады. Және бұлар ағзадағы өте ұзақ өмір сүретін тіндік макрофагтар болып табылады. Тағы бір айта кететін ерекшелік, қан тамыр қабырғасынан тінге өткен моноциттер, то есть макрофагқа айналады, олар қайтадан қан айналымына түсе алмайды. Дәл осы тіндерде өзінің қызметін атқарады. Әрі қарай қызметі аяқталған кезде барып көк бауырда жойылатын болады. Көк бауырда олар өзінің қызметін атқарады. Енді осы жүйелерге кішігірім тоқталып кетсек,
альвеолярлы макрофагтар бұлар өкпе альвеолаларында, плевра қуыстарында орналасқан болады. Сол жерге түсетін жаңағы бактериялармен толық күресін атқарады. Бауырдағы куфер жасушалары бұлар өзінің құрамында жаңағы пероксидаза, каталазалық ферменттер болады. Сол ферменттер арқылы организмдағы залалсыздандыру қызметін атқарып отырады. Ал жаңағы остеокласттар, бұлар микроглиялар, бұлар мидағы антиген таныстырушы жасушалардың қызметін атқарады. Келесі бізде енді осы бұл мононуклеарлы фагоциттер жүйесіндегі моноцит пен макрофагтың кішігірім атқаратын рөлі. Енді макрофагтардың негізгі қызметіне тоқталатын болсақ, олардың бізде жалпы 3-4 қызметі бар. Біріншісі фагоцитоз және пиноцитоз қызметін атқарады. Бұлар организмдағы арнайы емес иммундық қорғанысты түзеді. Фагоцитоз арқылы бізде үлкен заттарды сіңіру жою, ал пиноцитоз арқылы бұл кішігірім заттарды, яғни су тәрізді сұйықтықтарды организмда, то есть жасушаның ішіне сіңіріп алып отырады. Енді фагоцитоз арқылы бізде бірінші кезекте жұтады бұл бактерияларды және организмдағы өлген жасушалар. Тек қана қабыну процесінде ғана бактерияларға ғана атака жасап отырмайды бұл макрофагтар. Олар организмнің өзіндегі өлген жасушалар, яғни апоптозға, некрозға ұшыраған жасушаларды жойып отырады. Және құрылымы өзгерген нәруыздарды да, үлкен мөлшердегі нәруыздарды жұтып алып, оларды жойып отыру қызметін атқарады. Одан бөлек темір алмасу қызметіне қатысады. Бұл қалай десек, көкбауырда жаңа макрофагтар жүйесі орналасқан. Енді осы жерден қан өтеді ғой, қан өткен кезде оның құрамында эритроциттер ұсталып көкбауырда жойылады деп айтамыз. Сол жою барысында осы макрофагтар қатысады, оларды бізде екі түрге бөледі. То есть мынау эритроцит, оны бізде екі түрге бөледі. Билирубинге және оның құрамындағы гемға. Ал гемнің құрамында бізде бар темір. Осы гемді алып барып бізде, то есть бауырдан әрі қарай үлкен қан айналым шеңберіне түсіріп, сүйекке бар, ол бізде осылай темір алмасуына қатысады. То есть новый эритроциттердің түзілуіне қатысып отырады. Темір алмасу жүйесі осылай. Одан бөлек бұл организмдағы жаңағы зат алмасуға, инсулин алмасуына толық тікелей қатысып отырады. Енді фагоцитоз үдерісіне толықтай тоқталатын болсақ, енді бұл фагоцитоздың атқаратын қызметтері. Ал енді процесс қалай жүзеге асады? Мысалы, мынау бізде жасуша. Жасуша қандай да бір бактерия түсті және осы жерде қабыну процесі басталды. Қабыну процесі басталған кезде бұл өзінен патогенді жаңағы заттарды бөліп бастайды. Патогенді заттар, қабыну медиаторлары бөлінеді. Ал қабыну медиаторлары бөлінген кезде мынау эндотелиалды, яғни маңайында тұрған қан тамырлардың қабырғасы, то есть кеңейеді, өткізгіштігі артады. Бұл жерден бізде моноциттер сыртқа қарай шыға бастайды, тінге қарай тартылады. Осы моноциттердің, то есть макрофагтардың қабыну ошағына келу процесін біз хемотоксиз үдерісі дейміз, хемотоксиз. Ал оны шақыратындар бізде хемоаттрактанттар деп айтылады. Хемоаттрактанттарға жаңа айтылған патогенді заттар, қабыну медиаторлары, сонымен қатар қабыну үдерісі болған кезде, иммундық жүйе болған кезде бізде комплемент жүйесі деген бар. Алдағы тақырыптарды өтеміз. Сол комплемент жүйесінің С3А, С5А дәл осындай фрагменттері бұлар хемоаттрактанттар болып табылады. Олар макрофагтарды осы қабыну ошағына қарай шақырып отырады. Бұл қабыну ошағына келген кезінде макрофагтар, олар мынау макрофаг белсенсіз күйде болады және бұларға осы жаңағы келген заттар әсер ету барысында құрамындағы актин филаменттері олардың қабырғасын тесіп шыға бастайды. Сол тесіп шығу барысында олардың жалған аяқтары қалыптасады. Біз айтамыз ғой, фагоцитоз үдерісі, макрофагтар оны жалған аяғымен қоршап алу. Осы жалған аяғымен қоршап алу құрамындағы актин филаментіне байланысты. И олар осылай жалған аяқтарды түзіп отырады. Енді жалпы процеске келетін болсақ, міне мынау фагоцитоз үдерісі үлкен жасушаны жойып алып отыр, то есть жұтып алып отыр. Ал пиноцитоз үдерісі белгілі бір визикулаларды жұтып алып отырады. Одан бөлек рецепторлы эндоцитоз процесі жүзеге асады, то есть қандай да бір рецептор орналасады, сол рецепторға келіп бізде белгілі бір зат әсер еткен кезінде
оны толық бүйтіп несімен мембранамен жұтып алады. Бұл көбінесе манноза байланыстырушы рецепторларға айтылады. Енді міне мынау толық процесс. Мынау бізде бактерия, оны жалған аяқтарымен макрофагтар қоршап алып жатыр, және оны жасушаның ішіне жұтып алады. Үлкен көлемде осылай бізде жасушаның ішінде жұту процесі орын алады. Енді бұл жұтылған затты біз фагосома деп айтамыз. Бұл фагосомаға бізде келіп лизосомалар қосылады, фаголизосома болады. Мынау бізде қорытылады, толық ыдырайды. Ыдыраған қалған бөлшектері алдыңғы тақырыптармен байланыстырсақ, MHC жүйесімен танылады, MHC2-мен және жасушаның сыртына шығарылады. Бұған бізде Т лимфоциттер келіп байланысады да, иммунды жауап әрі қарай толық туындайтын болады. Енді бізге керегі дәл осы фагосома кезіндегі жасушалардың жойылуы. Қалай жойылады? Біз айттық, бірінші жол жұтылу, жұтты. Екінші жол фагосоманың қалыптасуы. Үшінші жол олардың өлтірілуі, киллинг, яғни қалай жүзеге асады? Бұл бізде екі жолмен жүзеге асады. Біріншісі оттегі тәуелді, екіншісі оттегі тәуелді емес, яғни оттегіге қатысы жоқ. Бірінші оттегіге тәуелді. Дәл осы фагосома тұрған кезінде бұған бізде оттегінің белсенді қосылыстары, яғни оттегінің молекуласы, пероксид иондары, гидроксид иондары, супероксид аниондары түзілу нәтижесінде жасушаның қабырғасын бұза бастайды. Жасушаның қабырғасын бұзады, сөйтіп осы микробтың ішіне бізде сұйықтық кіре бастайды, сұйық заттар, мынау жасушамыз бізде ісініп жарылып жойылатын болады. Ал екіншісі оттегі тәуелсіз жүйе. Бұл осы макрофагтардың құрамында арнайы өзінің ферменттері орналасқан, лизосомалық ферменттер, каталазалық ферменттер, пероксидазалық ферменттер орналасқан. Дәл осы ферменттер фагосомаға келіп қосылады, фаголизосома түзіледі, сол нәтижесінде мына жасушаны толық қорытып жойып жібере алады. Дәл осындай белсенді гидролитикалық ферменттерге ие. Жалпы фагоцитоз үдерісі бізде дәл осындай 4 жолдан тұрды. Біріншісі осы жұту процесі, екіншісі фагосоманың қалыптасуы, үшіншісі фаголизосоманың қалыптасуы, төртіншісі бізде осылай толық жойып ыдыратып, MHC жүйесімен таныстырылуы болып табылады. Бұл бізде фагоцитоз процесі. Келесі, екінші қызметі макрофагтардың репарация үдерісіне қатысуы. Мынау бірінші қызметі болды. Организмге қандай да бір патоген түсті, оны ұстап алды, жойып жіберді. Бұл бірінші қызметі фагоцитоз, пиноцитоз. Екінші қызметі репарация үдерісіне қатысуы. Репарация үдерісі деген бұл организмда бір жара туындады, қандай да бір жара болды, оның жазылу процесі. Репарация сол жазылу процесі. Мысалы, мынау бізде ағзамыздың белгілі бір аймағы. Дәл осы жерде жара пайда болды. Бұл жара пайда болған кезде, барлық процестер, жара болсын, басқа болсын, бұлар қабыну процесс. Қабыну болғаннан кейін бұл жерге бізде макрофагтар келіп тартылады, макрофагтар келеді. Бірінші орында олар фагоцитозды туындатады. Фагоцитоз дегенде бұл жерде жасушалар зақымдалды, жасушалар өлді, осы жерге патогендер түскен болуы мүмкін. Соның барлығын ұстап алып жояды. Бағана біз басында айттық қой, макрофагтар тек бактерияларды емес, организмнің өзінің ыдыраған жасушаларында жұтып, жойып, тазалау қабілетіне ие. Бұлар организмнің биологиялық тазалаушылары қызметін атқарады. Сол бірінші дендриттерді жояды, детриттерді жояды, ұстап алып. Детрит деген бұл ыдыраған жаңағы жасушалар. Жояды. Дәл осы жойылу кезінде бұған бізде макрофагальды колония стимулдаушы факторлар әсер етеді. Бұл жерге көбірек макрофагтардың тартылуын, сүйек кемігінен көбірек макрофагтардың түзіліп шығуын арттырып отырады. Келесі, грануляциялық тінді түзеді. Грануляциялық тін дегеніміз, бұл жерге макрофагтар келді, өзінен арнайы бір заттарды өндіріп бастайды. Интерлейкин 1, 6, 8, 10 деген сияқты. Сол интерлейкиндер бұл жерге фибробласттарды шақырады. Фибробласттардың кеп толық жиналуы, бұл жерде фибробласттар келіп толық жиналады, фибробласттар жиналады. Және осы фибробласттар жиналғаннан кейін бұларға бізде қан тамырлары арқылы майда капиллярлар түзіліп бастайды. Дәл осы капиллярлары бар фибробласттарды біз грануляциялық тін деп айтамыз.
Екінші кезеңі бұл грануляциялық тінді түзу. Үшінші кезеңі коллаген фиброзы және жасушалық пролиферацияның артуы. То есть бұл жерге келіп орналасқан осы фибробласттар екінші кезең, үшінші кезеңінде олар осы жерде жаңағы коллаген синтезін арттырады және жасушалардың жазылу процесін арттырады. Нәтижесінде бізде жарамыз толық жазылатын болады. Енді одан бөлек дәл осы процестерді реттеу үшін бізде бөлініп отыратын заттар бар. Мысалы, фибробласттардың өсіруші фактор. Фибробласттарды өсіруші фактор бұл жерге фибробласттардың жиналуын арттырып береді. Одан бөлек дәл осыған әсер ететін инсулин тәрізді өсіруші фактор. Әрі қарай бізде жаңағы колония стимулдаушы факторлар, өсуді бақылаушы факторлар, бұлар бізде ангиогенезді арттырып береді. Ангиогенез дегеніміз дәл осы фибробласттарға келіп жаңағы капилляр тіндерін түзеді. Яғни қан айналуды бұл жерде қалыптастырып береді. Бұл ангиогенез процесі. Дәл осылай арқылы бізде макрофагтар жаңағы репарация үдерісіне қатысады. Одан бөлек макрофагтардың бізде секреторлы қызметі дегеніміз бар. Секреторлы қызметі. Бұл секреторлы қызметі жаңағы макрофагалды колониалды стимулдаушы факторларды бөлуі, интерлейкин 1, простагландин E2-нің бөлінуі, одан бөлек қабынуға байланысты, то есть иммунды жүйеге байланысты интерлейкин 1, 6, 8, 10, 12, одан бөлек TNF альфа, интерферон альфа, гаммалардың бөлінуі, бұл бізде фагоцитоздардың секрециялық қызметін көрсетіп береді. Бұлар секрециялық қызметі арқылы бұл иммунды жүйені қалыптастырып береді, то есть иммунды жүйеге тікелей әсер етіп отырады. Одан бөлек құрамында бізде лизоцим бар, бағанағы ферменттер, пероксидазалық, каталазалық жүйелер, одан бөлек жаңағы гидролазалар, бұлардың барлығы оның арнайы емес жаңағы фагоцитоз үдерісіне қатысатын секреторлы қызметін атқаратын жасушалар болып табылады, то есть өндірістер болып табылады. Келесі үшінші қызметі бізде иммунды жауапты реттеуге қатысады. Біз жаңа айтып кеттік, иммунды жауапты реттеуге қатысатын заттарды бөледі деп. Енді одан бөлек бұл иммунды жүйеге қалай қатысады? Біріншісі антиген таныстырушы жасуша ретінде. Оны бастапқы алдыңғы сабақтарда айтып кеттік. Антиген таныстырушы жасушалар ретінде олар жаңағы түскен антигенді Т лимфоциттеріне толық таныстырып беріп отырады. Одан бөлек таныстырудан бөлек Т және Б лимфоциттердің дифференцировкасына, яғни олардың түзілуіне, арттырылуына әсер етеді. Біз жаңа айтып кеттік, бөлінетін заттарын интерлейкиндерді бөледі деп айттық. Осы интерлейкин 1 және 6 бұл Т лимфоциттерінің дифференцировкасына қатысып отырады. Одан бөлек бөлінетін интерлейкин 12 бұл Т хелпер 1-ді және натурал киллерлерді арттырып отырады, то есть түзілуін ынталандырып отырады. Осыған сәйкесінше Т хелпер 2-ні тежеп отырады. Бұл иммундық жүйеге әсер етеді ғой, осы интерлейкиндерді бөлу арқылы, жаңа айттық, ТБ лимфоциттерді активтейді. Одан бөлек осы Т лимфоциттердің түрі Т хелпер 1, Т хелпер 2-ге интерлейкин 12-міз тікелей әсер етеді. Осы әсер ету барысында Т хелпер 2-ні то есть тежейді, Т хелпер 1 және натурал киллерлерді активтейді. Одан бөлек интерлейкин 12-міз бізде интерферон гамманы түзеді. Вот интерферон гамма бұл қабынудағы ең негізгі медиатор болып табылады. Себебі ол бізде MHC1 және MHC2 жүйесін, одан бөлек B7 жаңағы кофакторын түзілуін арттырады. Одан бөлек қабыну үдерісін арттыратын медиаторлардың бөлінуіне осы интерферон гамма бізде әсер етіп отырады. Енді бұл жүйе өзара бір-бірін тікелей байланыстырып отырады. То есть интерлейкиндердің де бөлінуінің өзінің бір реттілігі бар. Бастапқы кезеңде осы интерлейкин 1, 6, 8, одан кейін интерлейкин 12 бөлінеді. Осы арқылы жасушалық иммунитет бізде өте қарқынды түрде жүре бастайды, қарқынды түрде жүреді. Бірақ ол бізде реттелу керек, то есть тежелу керек. Бұл тежелу бізде интерлейкин 10 арқылы тежеленеді. Ал егер тежелінбесе, то есть интерлейкин 10 нені тежейді? Бұл интерферон гамманы және натурал киллерлерді тежейді. Ал егер ол тежелмейтін болса, мына натурал киллерлер бұл организмнің өзінің жасушаларына да тікелей атака жасап, оларды жойып жіберу қабілетіне ие бола алады. Келесі осы бізде макрофагтардың иммундық жауаптағы ісік жасушаларын жоюы.
Мынау бізде ісік жасушасы. Бір ерекшелігі бұлар ісік жасушаларын фагоцитоздау қабілетіне ие емес. Мынау бізде ісік жасушасы, мынау бізде макрофаг. Бұларды бірден жою қабілетіне ие емес. То есть оларды фагоцитоз арқылы жұта алмайды ісіктерді. Ол үшін бізде Т лимфоциттер көмекке келеді. Т лимфоциттер осы ісік жасушаларын танығаннан кейін өзінен макрофаг атакалық факторды бөледі. То есть макрофагтарды қаруландыратын факторды бөледі. Бұл фактор келіп макрофагқа әсер етіп ерекше сигнал береді. Бұл сигналдың әсерінен бізде интерферон альфа және ТНФ альфа, то есть фактор некрозы альфа бөлінеді. Бұның әсерінен ТНФ альфа бөлінуі бізде апоптоз үдерісін іске қосады. Сөйтіп мына жасушаның өзін апоптоздап жойып жібереді. Ал интерферон гамма бұл ісік жасушаларының өсуін тежеп отырады. Бұл организмдағы ісік жасушаларын жою процесі. Келесі үшінші кетті иммунды жауапты реттеуге қатысуы. Соңғы төртінші қызметі бұл макрофагтардың ерекшелігі, яғни олардың сыртында рецепторлары орналасады. Бұл макрофагтардың сыртында өте көп рецепторлар орналасады. Солардың бірі және бірегейі бізде манноза байланыстырушы жасушалар, ММР жасушалары, то есть рецепторлары. Бұлар көбінесе легионелла, лейшмания, псевдомония деген жаңағы бактерияларды өзіне байланыстырады, жұтып алады и жою қызметін атқарады. Келесі МСР рецепторлары, бұлар көбінесе грамон және грамтерс бактерияларды жұтуға, жоюға қабілетті. Одан кейінгі бізде CD14 рецепторлары. Бұлар көбінесе бактериялардың полисахаридтерін жұтып отырады және көбінесе жаңағы созылмалы қабыну процестері кезінде осы рецепторлар активті күйде жұмыс атқарады. Бұл бактерияларға байланысты болса, одан бөлек организмнің өзіне байланысты, то есть иммунды жүйеге байланысты рецепторлар орналасқан. Бұлар бізде FCR рецепторы. Бұлар иммуноглобулиндер үшін. Яғни организмдағы жаңағы иммуноглобулин антигенмен байланысқаннан кейін оның екі бөлігі болады. FC және FAB бөліктері. Дәл сол FC бөлігімен осы макрофагтар байланысып, иммунды жаңағы жауапты тоқтатып отырады, тежеп отырады, немесе сол иммуноглобулиндерді антигенмен қоса жұтып, оларды жойып отырады. Келесі комплемент жүйесінің рецепторлары. Бұны алдағы уақытта комплемент жүйесін өткен кезде айтатын боламыз. Сонда да кіріспе ретінде жаңағы комплемент рецептор 1, 3, 4 бұлар комплемент жүйесіндегі жұту қызметін атқарады. Осымен сабақ аяқталды. Видео түсініктері ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп қой.